Діндегі музыка мәселесі. Исламда музыка мен әнді екі бөліп айтайыншы мен. Өлең ән айту, ол бөлек әңгіме. Ұятсыз әндер айту, Абай атамыз айтпақшы, әннің де естісі бар, есері бар демекші. Дәл сондай есті және ессіз болып ислам бөлінеді. Ессіз әндерге ислам тыйым салады, есті әндерге ислам тыйым салмайды. Оған дәлеліміз пайғамбарымыздың сахабаларда өте көп өлең айтқан, ызыңдап даусымен-ақ өлең айтқан. Тек қана исламда тыйым салынған мәселе музыкалық аспаптар және сүйемелдеме. Осы музыкалық аспаптар менен сүйемелдеу әуенді, әнді, өлеңді. Ол жағынан ғалымдарымыз хадистер келтіре отыра Құранның аяттарын айтады. Қияметке жақын адамдар шайтанның сырнайларын өздеріне адал қылып алады деген сөздер және осыған ұқсас хадистерді келтіре отыра шайтанның сырнайлары негізі арам болатындығын түсіндіріп кетеді. Расында да осы сөздерден кейін арабтың сөздерін, осы мизмар деген сөзді ғалымдарымыз бірнеше түрмен бөліп түсіндіреді. Біріншісі, мүлде музыка харам деген ғалымдар бар. Мүлде музыка харам. Екіншісі, кейбір ғалымдарымыз бар, мүлде музыка адал дегендер бар. Үшінші, орта жолды ұстанатындар, біз хадиске амал қылайық, бірақ орта жолды ұстанайық. Яғни мизмар деген сөзді фиқ ғылымы бойынша зерттейік деп айтылады. Мизмарун дегені үрлеу деген нәрседен шығып келді. Сондықтан үрмелі аспапты ғана пайғамбарымыз айтты. Себебі пайғамбарымыздың алдында дабыл қағып өлең айтқан адамдарға пайғамбарымыз үндемеген дей отыра, тек қана үрмелі аспаптар дұрыс емес. Музыка оқыған адам білет, музыка аспаптары бөлінеді. Үрмелі аспаптар болып, струнный, ішекті аспаптар болып, соқпалы, ұрмалы аспаптар болып, тағы да осылай бөліне береді. Осылардың ішінде үрмелі аспаптар пайғамбарымыз тарапынан тыйым салынған дей отыра, осы хадисті дәл қалай түсіндір, солай алайық деп айтқан ғұламаларымыз қалған музыка аспаптарына рұқсат береді.